Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздерге осындай тәтті коржиктің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі айран, және осы айранға бір жұмыртқамызды араластырып, осылай шанышқымызбен толықтай араласқаннан кейін жартысынан көптеу бөлігін айранға құятын боламыз. Азғантай бөлігін коржиктеріміздің бетіне жаққанға алып қалатын боламыз. Бұл жерде мен көп қып жасадым. Сіздерге азғантай мөлшерде керек болатын болса, осы берген ингредиенттерді екіге бөліп жасасаңыздар болады. Керекті заттарды видеоның астында тақырыбын бассаңыздар, описанияда қалдыратын боламын. Енді осының үстіне ас содасын саламын, және толы бір шай қасық қопсытқышты саламын. Барлығын жақсылап араластыратын боламын. Айранға соды, қопсытқыш салғаннан кейін жақсылап көпіретін болады айранымыз. Енді осының үстіне аз-аздан салып отырып, араластырып отырып қант салатын боламыз. Қантымыз толықтай еруі керек. Осылай араластырып отырып саламыз. Айранымыз жаңағы сода салғаннан кейін жақсылап көтеріліп көпіретін болады. Мінекей қантымыз еріді. Енді осының үстіне сұйық майды құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін осының үстіне мен алдын ала електен өткізіп дайындап қойған болатынмын. Онда міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Онда осы бірнеше бөлікке бөліп, осылай күрекшемізбен араластырып отырып, қоюланғанша ұнымызды салатын боламыз. Қоюланғаннан кейін ары қарай қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Және де бұл жерде қанттың да мөлшерін өздеріңіз қалауыңызша салсаңыз болады. Мен өте қатты тәтті жасамадым, орташа тәттілікте болды. Міне ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп отырып салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ болу керек, және қолға жабыспайтын болып шығады. Енді осы қамырымызды мен үлкен болғандықтан екі бөлікке бөліп алатын боламын, жайғанға ыңғайлы болсын деп. Егерде сіз азғантай бөлік жасасаңыз, сол бір нанды оқтауымызбен жаятын боламыз. Екіге бөліп томалақтап алдым. Енді осыны оқтауымызбен жаятын боламыз. Қатты жұқартудың қажеті жоқ. Коржиктеріміз қалың болған сайын өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан кішкене қалыңдау қылып жаятын боласыздар. Және де сіздерде неше түрлі печеньені кесетін формалар болса, сондай әдемі формалармен кессеңіздер болады. Немесе жоқ болса, қолда бар ыңғайлы заттармен осылай домалақ етіп қиып шығатын боламыз. Мінекей осындай көлемдікте шығады. Осылай барлығын қиып алатын боламын. Және қиындыларын жинап, тағы да кішкене 5 минуттай қойып, кішкене тынғаннан кейін қайтадан жайып, осылай домалақ етіп қиып алатын боламыз. Және де қызып тұрған духовкаге 180 градуста сарғайғанша 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қиып алған коржиктеріміздің бетіне жұмыртқа жағып шығатын боламыз.
Жұмыртқа жағып шыққаннан кейін осылай шанышқымызбен бетіне кішкене әдемі болып тұру үшін кішкене узор салатын боламыз, оюлар. Енді осы коржиктерімізді алдын ала қызып тұрған духовкамызға салып сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Градусты 180-200 градусқа қоятын боласыздар. Әркімнің духовкасының қызуы әрқалай болады, сондықтан сол духовкаларыңызға қарай пісіріп алатын боласыздар. Мінекей дәмді коржиктеріміз пісіп шықты, өте дәмді, жұп-жұмсақ, балаларға өте ұнайды. Дәл дәмі дүкендегідей өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса тіркелуді ұмытпаңыздар.